Шрек 3. Чарминг батыр шауып келе жатыр. Сөйтсе бұл қойылым екен асханадағы. Бір кезде типа Шрек шығып, бәрі қуанып шапалақтап кетеді. Ал Чармингті адамдар біресе естімей, біресе оған кедергі келтіріп, оны онша жақтырмайды. Бір кезде өтірік мұнара оған құлап, адамдардың бәрі оған күлуде. Чарминг өкінесіңдер әлі дегенде біреу уже өкініп атырық дейді. Ханзада сахнадан кетіп өзінің жеке бөлмесіне шығады. Неге шығады? Өйткені ол далада. Ол жылап шағымданады анасының суретіне қарап. Суретте анасы «Үмітіңді үзбе, мамасының баласы» деп жазып қойғандықтан, Чарминг «В натуре» деп жылауын қойып, анасына ақыр соңында король болатын айғайлағанда бетіне газет шалп ете қалады. Газетте король ауырып, оны Шрек пен Фиона алмастыратыны жазылған. Соны көріп Чарминг «Оппана» дейді. Таңертең сарайда Шрек пен Фиона оянады. Оларға есек келеді балалармен. Мысықта кеп бүгін оларда қандай міндеттер бар екенін тізіп айтады. Шрек жақсы деп қайтып ұйықтап қалады. Есек түрі деп көрпесін тартып алып, «Ош» деп таңғалады жын аяғын көріп. Содан олар халыққа шығып, Шрек жас батырға рыцарь атағын беру үшін қылыштың жалпақ жағын оның екі иығына ақырын тигізудің орнына қылышты оның бір жеріне қадайды. Басына қойдым. Сосын Шрек пен Фионаның мұрнының ішіндегі жүнін жұлып, кірпіктерін бояп, педикюр жасайды болгаркмен. Және еріндерін бояп, киіндіріп қояды, тартып тұрып қысып. Бір-бірін сүйейін десе сүйе алмайды. Бір кезде Шректің көті қышып кетеді. Ол бір щегол шақырып алып көтін қасып беруді айтады. Сол уақытта сыртта «Қарсы алыңыздар, Фиона ханшайым мен сэр Шрек» деп айғайлап перде ашылғанда Шректің көтін қасып атыр ғой жаңағы жерде. Оны Фиона тоқтатады, «Қойшы иш» деп. Алайда белдігі есекке ұшып кетіп, есек бір қызды құшақтап, ол қыз кетші бар фу деп ән жерде қарбалаң басталады. Содан Шрек жетер, қайттық болотаға деп кеткісі келеді. Бірақ әйелі бір-екі күн ғана ғой деп оны тыныштандырады. Және кішкентай балалары туралы әңгіме қозғағанда Шрек құлап түседі. Ол балалар жаман ғой, жылайды да тышады деп тұрғанда есікті біреу тоқылдатады. Фионаның әкесі өлгелі жатыр екен. Ол әйеліне бағбанға зарплат беруді ұмытпауды айтады. Және Шректі мақтан тұтатынын хабарлайды. Бақа король тағы бір мәселе бар деп өліп қалады. Жоқ, ол оянып Шрекке «Патшалыққа жаңа король керек. Сен мен Фиона таққа алғашқы үміткерсіңдер» деп мәлімдейді. Шрек «Жоқ әкетай, тақта огыр отырғаны біртүрлі ғой» деп басқа біреу бар шығар дейді. Бақа король тағы біреу бар. Оның аты деп өліп қалады, атын айтпай. Кенет оянып оның аты Артур екенін айтып, сосын шынымен де өледі. Патшалықты аза тұту күні. Корольдің денесін сумен жібереді. Мұның бәрін бақылаған Чарминг атымен зуылдап тавернаға келеді. Ішінде адамдар көңілсіз отыр, өйткені шырқалған ән сондай екен. Ішке Чарминг кіріп плащын ағашқа іледі, бірақ бұл жердегілердің барлығы оған риза емес секілді. Ол барға отырады. Дористің орнына Мейбл екен. Уротуге әпке Мейбл Чармингке «Саған не керек» дейді. Ханзада барлығын қайтарғысы келетінін және достарыма коктейль деп айғайлайды. Барлығы жынданып оны қыспақ қалады. Шошыған Чарминг «Бізде ортақ нәрсе көп» деп әрқайсының сеніміне кіреді. Және олар стақан соғыстырады, бірақ төбелесіп кетеді. Таңертең Шректер сапарға аттанғалы жатыр Артурды іздеуге. Мысық басқа сөйлемейтін қыз мысықтармен, ал есек айдахарымен және балалармен. Ал Шрек Фионамен қоштасады. Фиона бірдеңе айтқысы келеді, бірақ кемеге отыратын уақыт келді. Содан олар кемеде. Аспанда есектің балалары «Біз сені жақсы көреміз, әкетай» деп жазады. Кемедегі Шрекке Фиона бірдеңе деп айғайлайды. Дәл маңызды жерін айтқан кезде кеме сырнай ойнайды. Ақырында Фиона Шрекке аяғы ауыр екенін жеткізеді. Шрек «Ой-бой» деп қалады. Есек «Аға болам» деп қуанады. Ал мысық Шректің былыққа батқанын хабарлайды. Кейін таң атқанда кеме бір нәрсеге соқтығысады. Сөйтсе ол Шректі үйіне алып кетті. Қуанған Шрек үйінен әйелінің шақырған дауысын естіп үйіне жүгіріп барса, үйде ешкім жоқ. Кенет коляска келеді қиқылдап. Ішінде балақай, кішкентай Шрек. Кекіріп қояды. Шрек қуанып кеткен, бірақ бала құсады оған. Сосын жылайды. Мә, Шректің қанша баласы бар? Кәдімгідей көп қой. Олар одан әрі көбейіп, Шрек үйден қашып шықтау дегенде ол көптеген балаларының алдында сахнада тыржалаңаш тұр. Бұл оның түсі екен бәсе. Есек пен мысықта Шректің балалары болып кеткен ба? Бұл да түсі болып, ол әйтеуір оянады шошып айғайлап. Есектер одан «Не болды брат» деп сұрайды. Шрек жақында әке болатыны сене алмай жатқанын мәлімдейді.
Мысық балық аулауға баруды ұсынады көңіл сергіту үшін. Есек балалы болу мәселе емес екенін айтады. Шрек балаларының өмірі туралы алаңдайтын жеткізеді. Өйткені олар огырдың баласы ғой мынау деп айтатын болады ғой. Сол кезде олар жететін жерлеріне жетеді және есіктің алдына келеді. Кенет есік ашылады. Бірақ ол бір күйме үшін ашылыпты. Күйме Америкадағы мектеп автобусына ұқсайды. Шынымен де бұл мектеп екен. Олар Артурды іздеп мектепке келіпті. Біздікілер екі батанға кеп Артурды сұрайды. Екі батан ол ана жақта деп жауап береді. Ол жақта атқа мінген бір жігіт ағаш атта отқан біреуді ұшырып түсіреді. Шректер Артур деген осы жігіт деп ойлап, жаңағы баланы басып та кетеді. Бірақ Артур деген сол бала болып шығады. Артур қашып кетеді. Оны іздеп Шректер жиналысы өтіп жатқан актовый зал сияқты бір жерге кіреді. Шрек Артур деген бала қаяқта екенін сұрағанда бәрі ан жерде деп көрсетеді. Оны екі батан іліп қойыпты. Шрек оны төмен түсіріп жинал, сен корольсің деп айтады. Басында ешкім сенбейді әрине, бірақ Шрек баланы сендіріп, бала барлығымен қоштасып, Шректер кетеді. Сол уақытта Фионаға қонақтар кепті, оған сыйлықтар әкепті. Золушкадан баланың боғын тазалауға арналған нәрселер, Белоснежкадан бала бағушы гном, үш торай қасқыр Пиноккио пішнайлар баланы асып алатын рюкзак сыйлайды. Сөйтіп сөйлесіп тұрғанда айдаһар ақырады, Чармингтер келатыр екен. Оның аузына шыбын кіріп кетеді. Олар жерге қонып бұзақылық жасауға кіріседі. Сосын сарайға қарай бет алады. Олар айдаһарды темір торға түсіреді. Ашылғалы тұрған есікті Пиноккиолар бөгейді. Сонда Фиона аттың көтінен итеріп қыздар тобын қашуға асықтырады. Чармингтер есікті бұзады. Пиноккиолар шай ішіп отыр. Чарминг Шректің қайда екенін сұрайды. Өтірік айтқанда мұрны өсіп кететін Пиноккио оның қай жерде жоқ екенін білмеймін дейді. Дұрыс қой, қай жерде жоқ екенін білмейді, қай жерде бар екенін біледі ғой. Сөйтіп Пиноккио өте сауатты болып, өте күрделі сөздерді қолданып, миды ашытқан соң шошқалардың біреуі шыдай алмай бас ауырып айғайлап жібереді. Шрек тақ мұрагерінің артынан кетті деп. Чарминг шын ба деп сұрағанда, Пиноккио жоқ деп мұрны өсіп кетеді. Сонда Чарминг мұрагердің көзін құртып Шректі алып келуді бұйырады. Сол уақытта Шректер Артурмен бірге кемемен келе жатыр. Артур король болатыны сенелар емес, бірақ мысық пен есек ода өлуге дайын күзет толып жүретінін, улы тамақты тексеретін дегустаторлары болатынын хабарлап, оған халық мәселелерін шешуге тура келетінін айтқанда, Артур ойланып қап кемені бұрады. Ол Шрекке елді басқара алмайтынын айғайлайды. Шрек процесті үйреніп аласың дейді. Екеуі таласып, нәтижесінде рөл сынып кетеді. Және кеме тастарға соғылады. Сөйтіп олар судан шығады. Мысықтың жүні тікірек кетеді. Шрек пен Артур ұрысып, Шрек балаға патшалыққа барамыз, сосын сен әке боласың дейді. Король дегеннің орнына әке деп жіберді. Сосын, ой, король боласың деп айтқанда, Артур, я саған король, қалай болам деп кетеді. Есек баланы көндіру үшін тактиканы өзгертуді ұсынады. Шрек келісіп, мүмкін ағашпен ұрып көндірейін деп қалжыңдайды. Сосын Артурды қуып жетіп, «Чё там, брат?» деп оны көндіруге кіріседі. Артур бір үйге барып көмек сұрап айғайлайды. Кенет голограмма пайда болып, «Ассалаумағалейкум» дейді. Бірақ сөзін аяқтамай өшіп қалады. Үйден сол ата шығады, «Түй атаңан рет күйіп кеттім мынау» деп. Артур атаны таниды. Оның аты Мерлин. Ол бұрын Артурдың мектебінде сиқырдан сабақ берген. Мерлин ата шыбынды өлтірем деп басын шалп еткізіп ұрады. Шрек одан бізге патшалыққа қалай жетсек болады деп сұрағанда, біз дегенің кім деп Артур шығады. Шрек пен Артур ұрсысады. Сосын Шрек Мерлин атадан қайтадан жол сұрайды. Мерлин ата ол ашулы болып тұрған соң әзірше айта алмайтынын хабарлап тынышталуды ұсынады. Кеш батып, Мерлин ата отқа бір бәле тастап, не көріп тұрғандарын сұрайды. Шрек колясканы көреді, бірақ атаға пони көрдім деп айта салады. Есек торт көреді. Ал Артур ұя, кішкентай құс пен оның әкесін көреді. Әкесі ұшып баласын қалдырып кетеді. Баласы ұшуға тырысады, бірақ ол ұша алмайды. Ол құлап кетеді ғой деп Артур айғайлап жібереді. Ол бала Артур, оны әкесі тастап кеткен екен. Ата кетіп, Шрек баламен сөйлесуге жақындап, дайын болмаудың қандай екенін білетінін мәлімдейді. Артур король болу қолынан келмейтінін, тіпті әкесі оны анау быт мектепке беріп тастап кеткенін айтады. Шрек өзінің әкесі де идеальный болмаған хабарлайды. Артур менікінен жаман емес шығар еді дейді. Шрек менікі огыр болды ғой, мені жегісі келді деп түсіндіреді. Өйткені әкесі оны кетчупқа шомылдырып, аузына алма салып ұйықтатуға тырысқан. «Я, саған қиын болыпты» деп Артур мейірімділікпен күледі. Шрек өзінің красавчик болғанына қарамастан барлық адамдар оны құбыжық санағанын және өзің соларға ұзақ уақыт бойы сенгенін түсіндіреді. Бірақ уақыт өте келе ол адамдардың сөзіне мән бермей, өзіне сенуді үйренді. Артур оған, «Шрек братан, сен жақсы мужиксің. Тек саған аз айғайлап көп жуыну керек» дейді.
Сол мезетте Фионалар сарайдың жасырын жолымен жүріп келеді. Сөйтіп олар далаға шығады. Қойылым болайын деп жатыр ма немене? Рапунцель жүріңдер деп сарайға кіріп кетеді. Содан Фионалар оның артынан кірсе, олардың бәрін Чарминг атанған әлет күтіп алады. Рапунцель онымен бірге екен сорлы, сволыш. Фионаларды қамауға алады. Сол мезетте Шректер енді оянып атқанда, оларға ағаштар тап береді. Капитан Крюк пианиносымен келеді, және адамдарына Шректен басқасының барлығын өлтіруді бұйырады. Содан қырғын төбелес басталады. Крюк Мерлин атаны құлатып жібереді, пианиносын қызғанып. Ой, бұл Шректер ұсталды ма? Өледі ме қазір? Шрек босап әйтеуір амалын тауып зеңбіректі көтеріп, зеңбірек пианиноға атылады. Бұзақылар қаша жөнеледі. Крюктан Шрек Фионаларды Чарминг қамауға алғанын біледі. Шректерге оны құтқаруға тездетіп аттану керек. Содан Шрек балаға мектебіне қайтуды айтады. Бірақ Артур келіспей, менде бір ой бар дейді. Бала Мерлин атадан патшалыққа жеткізе аласыз ба деп сұрайды. Ата ондай нәрселерді ұмытып қалған, пенсияға шыққаннан кейін деп бас тартады. Содан Артур өтірік жылап оны көндіруге тырысуда, жалынып жалбарынып жатыр. Шректер де отқа май құйып қояды. Нәтижесінде ата көмектесуге келіседі. Ата побочный эффектісі, яғни жанама әсері болуы мүмкін екенін ескертеді. Есек қорқып мысықтың қолынан ұстап алады. Ата сиқырлап, Шректер ғайып болады да патшалық маңайындағы орманға қонады. Оппана, есек пен мысықтың денелері ауысып кетті. Шрек пен Артур күліп жатыр. Артур кешірім сұрап, олар патшалыққа жүгіреді. Патшалық қираған. Шрек Пиноккионы байқап соған келеді. Ол чопа-чом барлығын түсіндіруде. Чарминг Фионаны бір жерге қамап қойғанын, және Чармингтің анау қойылымға дайындалып атқанын хабарлайды. Кенет оларды ұстауға рыцарьлар келеді. Мысық әдеттегідей жасауға тырысады, бірақ ол есек денесінде болғандықтан бұл іске аспайды. Сонда Артур, танымадыңдар ма? Бұл деген бүгінгі қойылымның жұлдызы ғой деп мәлімдейді. Шрек те ойнатып қояды. Рыцарьлар ойланып қап, біздікілер жібереді. Сол мезетте репетиция жүріп жатыр. Чарминг нерві ұстап дұрыс болмай жатыр деп жынданып, өзінің жеке бөлмесіне кіреді. Бұл жолы кіреді, шығады емес. Кенет оның артында Шрек пайда болады. Чарминг қорқады, бірақ көмекке шақыру кнопкасын басып үлгереді. Күзет кеп, Шрек Чармингті жібереді. Чарминг Артурды өлтірейін дегенде, Шрек тоқта Чарминг, мені ұстадың, оның ешқандай қатысы жоқ дейді. Артур, қалай қатысым жоқ деп таңғалады. Шрек өзі король болғысы келмеген соң өзін алмастыратын ақмақты іздегенін айтады. Артур не деп көңілі түсіп шығып кетеді. Күзет Шректі алып кетеді. Көңілі қалған Артур да сарайдан жырақ кетеді. Шректің қол аяғына кісен салады. Фионалар отқан түрмеге есек пен мысықты алып келеді. Фиона олардың ауысып кеткенін көріп аң-таң, және Шректің қайда екенін сұрағанда, есек оны Чарминг ұстап алып, бүгін кешке барлығының көзінше өлтіруді шешкенін хабарлайды. Сөйтіп Фионалар оны тездетіп құтқаруды шешіп, анасы қабырғаны басымен ұрып бұзады. Бәрі аң-таң дейсің ғой. Қыздар дайындалуда, және есек пен мысықпен бірге олар бір топ. Сол уақытта қойылымға адамдар келіп жатыр. Сахна сыртында Циклоп Шректі қатты тартады. Циклоп кешірім сұрайды. Қызына мақтанып өзінің жұмысын көрсеткісі келген екен. Шрек, қызыңның көзі саған тартқан екен дейді. Циклоп, өзім түсінбеймін. Мен сияқты құбыжықты сондай сүйкімді қыз дегенде Шрек ойланып қалады. Фионалар сарайға жақындады. Белоснежка өлең айтып ағаш күзеттің қасына жақындайды, және орман жануарлары мен ағаштарға шабуылдайды. Есектер балаларды босатуға келеді. Мысық денесіндегі есек мен мұндамын ғой деп қызғанады. Фионалар алға деп сарайға жүгіріп келеді, және төбеге шығады. Есек пен мысық Пшнай мен Пиноккионы босатады. Фионалар жүгіріп рыцарьлардың жанына келгенде, Урут өгей әпке Дорис олардың көкелерін танытады. Есектер сарайға жақындағанда есек динамит командасы алға дейді. Бірақ қасқыр команданың аты Альфа қасқырлар командасы, Пшнай тамаша командасы, ал Пиноккио крутойлар командасы деп ойлағандарын айтады. Есек жарайды, бұдан былай біз Альфа тамаша крутой динамит қасқырлар командасымыз деп шорт кеседі. Кенет жандарынан Артур өтіп баратыр. Есек пен мысық Шрек оны құтқару үшін осылай істегеніне сендіреді. Өйтпегенде Чарминг Артурды өлтіруші еді. Кешке қойылым басталып, Рапунцель өлең айтады. Сценарий бойынша Чарминг оны құтқаратын сияқты ғой. Әне шықты үнжу маржан боп, шашын желбіретіп. Сонда Мейбл құбыжықтың жуан қорқынышты даусын шығарады, типа Шректің даусы. Шрек шыққанда фанаттар айғайлайды, Шрек алға деп. Бірақ біреусіне жебе тиіп тынышталып қалады олар. Чарминг өлеңді жағымсыз жіңішке дауыспен айтады. Ой, базар жоқ екен дауысы. Чарминг, қазір сен азап шегесің деп айтқанда, Шрек сенің даусыңнан өткен азап жоқ шығар деп халықты күлдіртеді. Қойылым жалғасуда. Бір кезде Шрек айтпақшы, шалбарың әдемі екен. Осындайдың ерлерге арналғаны бола ма деп халықты тіпті күрікті қарқылдатады.
Чарминг қатты ашуланып Шректі шынымен де өлтіргелі тұр. Бірақ қылышын ұшып келген айдаһар еріп тастайды. Кішкене Рапунцель жақтан түседі. Еба, мынау оның паригі екен ғой. Пиноккиолар да қосылады. Есек пен мысық және қыздар тобы да жетеді. Фиона күйеуінен кешіккен үшін кешірім сұрап, амансың ба дегенде Шрекең, сен кеп көңілім жайланды дейді. Чарминг бандысын шақырады. Банды біздікілерді ұстап алды. Тіпті пішін айтышып қойды. Шректі өлтірді-ау дегенде Артурдың тоқтаңдар деген даусы шығып, бала төмен түседі де, өмірлеріңнің соңына дейін зұлым болғыларың келе ма? Өмірлеріңді өзгертуді армандамадыңдар ма дегенде, саған айтуға оңай, сен зұлым ағаш емессің ғой деп бір ағаш шығады. Чарминг сөзді бөлгеннен оны ұстап алады, басқа ағаш аузын жауып. Және бүкіл әлем саған қарсы болғанда адал еңбекпен өмір сүру қиын ғой деп қосады. Артур келісіп, бір мейірімді досы бүйтіп айтқан дейді. Егер адамдар сені зұлым немесе огыр деп санаса, оларды тыңдау міндетті емес. Маңыздысы, сен өзіңді кім санайтының. Егер сен шынымен біреу болғың келсе, өзіңнен басқа ешкім кедергі келтіре алмайды саған. Сонда Крюк, мен гүл өсіретін едім. Олар сондай әдемі деп шығады. Басы жоқ рыцарь, мен әрдайым флейтада ойнағанды қалайтынмын дейді. Содан зұлым бандылар ойларынан айнып қаруларын тастауда. Урод өгей әпкелі сіңілі Дорис пен Мейбл да татуласады. Чарминг ағаштан босап шығып, қылышпен Артурға тап береді. Соңғы сәтте Шрек оны құтқарып қалады. Алайда қылыш Шректің өзіне кірді оғышыз. Бірақ ол тірі екен, қолтығына тиітті. Шрек оны өз орнына қойып, оның үстіне бағанағыдай мұнара құлайды. Ұшып кеткен тәжді Артур алады. Шрек оған, ол сенікі, егер қаласаң әрине, таңдау өзіңде дейді. Артур тәжді көтеріп басына киеді. Халықта риза. Мерлин ата пайда болғанда есектер оппана дейді. Екеуі оны ұстап, қатесін түзетуді талап етеді. Ата сиқырлап, олар қалпына келеді. Риза болған олар кетеді. Алайда құйрықтар өзгермей қапты. Король Артур Фионаның анасымен сөйлесуде. Шрек пен Фиона сүйіседі. Кейін үйде Шрек коктейль жасап әйеліне береді. Фиона соска кигізеді. Мәссаған Шректе бірден 3 бала туылды. Бір қыз, 2 ұл. Есек мысықтар және Фионаның анасы келеді. Балалары судың ішінде осырады. Мысықты қинайды. Нағаш апасының үстіне құсады. Папасының құлағынан фломастер шығарып сурет салады. Кенет есікті біреу тоқылдатады. Бала бағушы гном екен. Шрек оны аузына сосқы салып жібереді. Кейін олар балшыққа шомылады. Балалардың бір қызық сәті бар. Айдаһар есек кекіреді. Ал огыр бала осырып, осылай кешкі ас піседі. Кейін Шрек пен Фиона балаларды ұйықтатып, өзімізге де уақыт бар-ау дейді. Бірақ шаршағандықтан ұйықтап қалады. Түнде бала жылап, Шрек оны ұйықтатуға тұрады, әйеліне ұйықтай бер деп.